Саламатсыздар ма, құрметті аудан тұрғындары және жастар. Шалқар аудандық полиция, отбасы зорлық-зомбылыққа қарсы күрес тобы және Шалқар аудандық жастар ресурстық орталығы сонымен қатар жанұя отбасын қолдау орталығының бірлесе ұйымдастыруымен тұрмыстық зорлық-зомбылық, отбасы, тұрмыстық қатынастар аясында бір адамның басқаға қатысты дене зардабын немесе психикалық зардап келтіретін немесе келтіру қаупі бар құқыққа қарсы қасақана әрекеті немесе әрекетсіздігі туралы профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жүргізе отырып үнпарақтар тарататын боламыз. Қаладан полицияның отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы полиция капитаны Аманжолов болады. Сол себепті қазіргі таңда отбасында ең өршіп тұрған қандай да болмаса құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде біздер сіздерге былай тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда қандай да болмаса құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жасы кәмелетке толмаған балдар қандай да болмаса сыныптастарынан, көрші-көлемінен, тума-туыстарынан зәбір көрген жағдайда сенім номеріне, я болмаса ата-анасының өзіне айтуға, балдарға түсіндірме жұмыстарын жүргізуге қазіргі таңда профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жасөспірімге қатысты жасалатын қылмыстық бұзушылықтар бар. Әйелге, күйеуге, ата-енесіне, балаларға, жасы кәмелетке толмаған отбасында бірге тұрады. Қандай да отбасы бірге тұратын адамға ол бірінші тұрмыстың зорлық-зомбылығы болып саналады. Отбасы құқықтан шығады. Полиция бөлімінің жастар ресурстық орталығынан келіп тұрмыз. Содан қатар заң ішінде жасы кәмелетке толмаған қандай да болмасын балаға қатысты жасалған қандай да болмасын құқық бұзушылықтар алдын алу үшін қандай да болмасын нөмірлерге звондайтын қайын сенім нөмірі барлығы көрсетілген. Соның ішінде сенім нөмірлері 150, 103, 102 және 111 нөмірлер. Бұл нөмірлерге хабарласаңыз сенім нөмірі. Танышсаңыз. Жаңа отбасы қолдау орталығының полиция бөлімінің жастар ресурстық орталығынан қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында сіздерге халыққа түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатқанбыз.